Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлауында халықтың белсенділігі жоғары биыл. Қарапайым қазақстандықтар мен қатар белгілі қоғам қайраткерлері де дауыс беріп жатыр. Танымал тұлғалар қай жерде таңдауын жасады? Алдағы сюжеттен көрейік. 11 мыңнан аса халқы бар интернационал тұрғын алабындағы учаскеге ғарышкер Тоқтар Әубәкіров отбасы немерелермен келіп өз таңдауын жасады. Ал Алматыдағы 178-ші сайлау учаскесіне дауыс берген белгілі мемлекет қайраткері Ақылбек Күрішбаев саяси маңызы зор шараға қатысу, жауапкершілік таныту әрбір азаматтың құқығы әрі парызы дейді. Үлкен мемлекет үшін, дұрыс түзу мемлекет үшін, мынау балалардың болашағы болу үшін, немерелерімнің болашағы болу үшін осы бәріміз келіп, осы дауыс беруіміз керек. Бұл шында да өте тарихи күн. Мың өліп, мың тірілген қазақтың жаңа белеске шығып, дамыған елде тұрып, өмір сүріп, әділетті мемлекетте өмір сүретін уақыты келді. Сондықтан мен өз атымнан бүкіл менің отандастарымды, қазақ елін осы күнімен құттықтаймын.